Армысыздар, қадірлі көрермен, эфирде әдеттегідей тарихтан тағылым бағдарламасы біздің студиямызда өлкеміздің тарихымен айналысып, ұңғыл-шұңғылына үңіліп, зерттеп жүрген көпшілікке сол өлкенің тарихына қатысты білмей жатқан нәрселерді жеткізуге құлшынып жүрген азаматтар отыр. Таныстырып өтсем, алдымен қарсы бетте менің Әли Нәби деген жігіт, Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің тілдер және менеджмент факультетінің оқытушысы. Және ортада отырған Айболат Құрымбаев, ғылыми зерттеулерді қолдау қорының төрағасы. Сондай-ақ Қазыбек Құттымұратұлы журналист, Егемен Қазақстан газетінің меншікті тілшісі. Бұлай қарағанда үш жігітте өлке танушы деп атауымызға болады деп ойлаймын. Енді биыл сіздер Уфа, Башкирия жеріне барып сапар жасап қайттыңыздар. Соның олжасымен, сондағы зерттеу төңірегіндегі әңгімені телекөрермендерге жеткізсек деген мақсатпен өздеріңізге хабарласып студияда жиналып отырмыз. Осы орайда әңгіменің тегіне ақтсақ, бұл бір тарихы да қажет болар. Уфа жаққа біздің жақтың тарихы қалай кетіп қалды деген мәселе мысалға. Ол жақта қатталып жиналуы, сіздердің баруларыңыз, осыдан бір әңгіменің тегіне ақтсақ. Ал өздеріңіз қайсыңыз бастайсыз? Құрметті телекөрермендер, енді жаңа айтып кеткендей, Назар аға рахмет шақырғаныңызға, осындай бағдарламаңызға. Енді бұл жерде әрбір нәрсе тарихтан басталады. Соның тарихын айтайын. Бұл жалпы осы еліміздің тарихын көбіне көп ғалымдар Орынбор, Астрахань, Санкт-Петербург, Мәскеу қаласындағы мұрағаттардан қарап құжаттарды жинап жүрді. Сонымен қатар басқа да мұрағаттар болған екен, бірақ оларға көп қол жеткізе алмай, немесе білмеген жағдайда олар жаңағыдай құжаттарын алмаған. Осындай бір құжаттарды тауып, маған әлеуметтік желі арқылы Алматы қаласының тұрғыны, негізінен ата тегі өзі Ганюшкиннен Ескендір Төремұратов деген азамат хабарласты. Осылай сіз Бөкей Ордасының тарихымен айналысасыз екен, менде осындай бір мәліметтер бар. Содан жаңағыдай сөз байланысып, қалай болды, не болды деп сұрап, сонда ол өзінің ата тегін іздеп жүргені туралы, сонымен қатар сол ата тегі туралы көптеген мәліметті Уфа қаласының мұрағатынан, сонда Бөкей Ордасының метрикалық кітаптары сақтаулы деген хабар сол кісіден болды, ең бірінші өзіме. Сосын біздер сол уақытта Қазбек аға, тағы да бар азаматтар Шығыстану институтының жобасында жұмыс жасағанбыз бірге бәріміз. Жаңа құлпытастар бойынша солар шақырып Алматы қаласында конференцияға барғанда сол жаңағы Ескендірмен біздер танысып, сөйлесіп, сұхбаттастық. Сол уақытта ол көптеген құжаттарды өзі алғызған, өз бетімен алғызған, соны бізге беріп, содан бізде осы жұмыс басталды. Содан биыл бір сәті түсіп, маусым айының басында Уфа қаласына Қазбек ағамыз бар, өзім бар, сосын Сайпулла Молла Қағанатұлы деген ағамызбен үшеуміз болып, сол Уфа қаласына бардық. Әли де болды? Жоқ, Әли бізді сол Уфа қаласынан қабылдап алды. Бұл жігіт сол жақта оқып жүрді? Магистратурада оқып жүрген жігіт. Қазір бұған келеміз. Ол жігітпен бұлай таныс болмағанмен, Қазбек ағаның әңгімесінен естіп жүрік. Жаңа сояқта осы Нұралы ханның қабірін іздеп жүр, қаяқта екен деген сияқты сондай бір жұмыстармен өлкенің тарихы бойынша Ғалия медресесі, тағы басқа сондай тақырыптарда іздену жұмыстарын атқарып жүр деп, сосын сонда барғанда таныстық. Ендеше із суытпай сол жас жігіт Әли Нәбиге сөздің кезегін беріп жіберейік, сосын Қазекеңе келеміз. Әли, айтшы өзің сол. Негізінен мен 2 жыл осы Уфа қаласында Мифтахиддин Ақмола атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университетінде магистратурада оқыған. Сол барған жылдан біздер ең бірінші барғаннан бірінші іздегеніміз Ғалия медресесі болды. Біздер Уфа деп айтса, есімізге бірден Ғалия медресесі есімізге түседі. Өзіміз қазақ тілі әдебиеті мамандығын бітіргеннен кейін әдебиетке, тарихқа өте жақынбыз. Ғалия медресесі еске түссе, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин оқығанына
еске түседі. Сол ата бабалар Мамытов көп қой. Ахмет Мамытов. Сол аталарымыздың жүрген жерін, оқыған ғимаратын көргіміз келіп, ең бірінші барғаннан сол ғимаратты іздедік. Сол Ғалия медресесі қазіргі күнде оның ғимараты сақталған, жақсы сақталған. Қазір Ресей Ислам университеті. Сонда бардық, және үнемі жиі барып тұрдық. Қазақстаннан келген қонақтарды қарсылап алып, бірінші апаратын жеріміз сол Ғалия медресесі болды. Өзімізде айтып жүреміз, тарихшы, әдебиетшілерге Уфаға келіп тұрып, Ғалия медресесіне бармаса, бұл үлкен ұят болады деп. Сонда барып жүріп, Ахметов Мурсаль Альбертович деген сол Ресей Ислам университетінің проректорымен жақсы танысып, сол кісімен жақсы қарым-қатынаста орнатып, әртүрлі шаралар ұйымдастырдық. Кейіннен сол Ғалия медресесінің сыртына Бейімбет Малин, Мағжан Жұмабаев оқыған деген құрмет тақтайшасын ілмекші болдық. Ол әлгінге ілінген жоқ, дегенмен рұқсат беріліп тұр. Бір шаралар ұйымдастыру керек деді, сосын ілеміз деді. Және де сол өлкенің тарихын қызығып, осы Қазбек ағалармен байланыста болып, ол кісі айтты, осы Уфаның архивында көптеген құжаттар бар қазақтар жөнінде. Соған түсуге тырыс деп кіруге. Сосын мен оның кіру жолдарын іздедім. Бірінші жыл кіре алмадым, жетекшіммен сөйлестім, ол кісілер мүмкіндік болмады. Сосын кейіннен сол жаңағы Ресей Ислам университетінің проректоры сол кісінің хат жазу арқылы, соның рұқсатымен осы 2018 жылдың наурыз айында кірдім. Кейін архивта жұмыс істеп көрмегенмін, сол осы Қазбек ағадан көптеген ақыл кеңестер сұрап, қалай істеу керек. Ол кісі үнемі айтып отырады, қызметкерлермен ұрыспау керек, осындай фонд болады, содан қарайсың деп әртүрлі ақылдарын айтып отыр. Кейіннен соны қарап, одан кейін және біздің осы кіші жүздің ханы болған Нұралы ханның осы Уфа қаласында қамауда болып, сол жақта қайтқанын естіп, кейін оның әлі күнге дейін зираты белгісіз екенін естіп, соны зерттеу жұмыстарымен айналыстық. Мұсылман зираты бар үлкен Уфа қаласының шетінде. Сонда барып, әртүрлі ескі құлпытастарды оқып, соның арқасында төте жазуды, оқуды аздап үйреніп, соны қарастырдық. Сосын кейіннен осы ағалар келдік Уфа қаласына. Мен және де Ресей ғылым академиясы РАН дейді. Сонда көптеген ғалымдармен жақсы таныстым. Сол кісілермен таныстырып, сол екі ел арасындағы шағын болса да бір байланыс орнаттық. Ой, бәрекелді, керемет. Жаңағы сіз айтып отқан Ғалия медресесінде көп адам оқыды. Күні кеше біз Истай Кенжелібек ағамыз біраз мақаласын жазып арқау еткен Қажым Басымов туралы айтқанбыз профессор. Сол кісіде оқыған екен. Кезінде Садақ деген журналда олардың мақалалары шыққан. Осы Ахмет жаңағы көптеген қазақтар бар. Біраз қазақтар. Соның барлығының жаңағы түпнұсқалары жатыр ма екен деп ойлап қойып едім. Бәлкім көздеріңіз түсіп жатар. Ендігі әңгіме кезекті Қазекеңді ауызға біраз алдыңыз ғой, жаңағы бағыттады, үйретті деп. Бұл кісі де осы сапардан үлкен олжамен оралып отыр. Қазыбек Құттымаратұлы, сөзін кезегін берсек. Мына біздің бөкейліктің метрке кітаптары Уфаға қалай тап болған деген сұрақ пайда болатын шығар. Жалпы Ресей мұсылмандары діни басқармасының сол кездегі патшалы Ресейдің орталығы Уфа қаласында болған. Сол бүкіл Ресей империясына қараған қай жерде мұсылман бар, сол бүкіл мұсылман жұртының есеп қисабы, мешіттерінің бір орталықта басқарылып, сол жерге жиналып тұрған. Біз өз көзімізбен көрдік, мынау Бөкей ордасындағы, жалпы мына Еділ мен Жайық арасындағы қазақ ауылдарының әрқайсысындағы болған мешіттер, медреселер туралы деректер, ол жерде қызмет істеген молдалар, ишандар, хазіреттер, жаңа ахундар, барлық мәліметі сол жерде сақталған екен. Енді ол жерде өте құнды, біз үшін, қазақтың тарихы үшін өте құнды құжаттар бар. Онда бұлар жалпы не мақсатпен сақтап, жинап тұр? Зерттеу бағытында, білу бағытында да осы елдердің. Бұл енді бетке шыққан сүттің қаймақтарындай адамдар ғой, зиялылар. Бұл
ол құжаттарды қарап отырып, сол 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басындағы қазақ ауылындағы мешіт бірнеше қазіргі бірнеше бір мемлекеттік мекеменің функциясын атқарғанын байқаймыз. Мысалы, мешіттерде жаңа метрке кітаптарында адамның дүнияға келгені, бір адамның аты жөні, қай жерге туғаны, ата-анасы туралы мәліметтер, ұрулар туралы мәліметтер жазылады. Одан кейін үйленген адамдардың қалыңдықтың жасы, күйеудің жасы, олардың қай рудан екендігі, ата-анасы және жаңа қалың малдың мөлшері барлығы жазылады. Екі жақтың куәгерлігі. Дәрігерлік бір нелер де жазылады деп те, сондай бар ма? Сырқатына байланысты. Қайтыс болған адамның қандай аурудан қайтыс болғаны жазылады. Енді бұл мына сол кездегі қазіргі ахат орындарының, азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің қызметін атқарған. Одан кейін жаңағы білім мекемесінің қызметін атқарған, медреседе сабақ береді ол кезде. Өте негізгі ауылдың негізгі тірек мекемесі екенін көрсетіп тұр. Бұл Қазеке жаңағы жасап отқан осы мешіттегі адамдар ғой. Мысалға мешітте ахундар, имамдар, мысалға өзіміздің қазақ ата-бабаларымыз. Бұлар жаңағы сол Уфаға барып Ресей патшалық үкіметінің үшін емес, өздері жазып осы жүргізу үшін жасады. Бірақ ана жаққа қалып кетіп тұрды. Бұл жоғарыдан бұйрықпен жасалған негізінде. Бізден архивтен көреміз, алғашқы жылдары қолмен жазылған, кейін арнайы журналдар жасалып, соны таза журналдарда, мысалы мынандай таза журналдарды үлестіріп, сосын қолмен толтырып отырған адресін. Оның ішінде жаңағы айтқан бір 4 түрлі сол араб жазуындағы жазбалар. Бұның ішінде ол Ресей империясындағы документация, құжат жүргізудің бір ізге түскенін көрсетеді. Бұл жаңа қиыр шығыстан бастап, анау неге дейінгі Санкт-Петербург екі аралығындағы бүкіл Ресейді қамтыған. Тек қана қазақ даласы емес, Ресейге қараған бүкіл мұсылман жұртын қамтыған. Сондай бір ортақ тәртіппен жиналған деректер. Бұның енді біз үшін де өте пайдасы көп болып отыр. Енді ол сол кездің үкімет үшін бір жұмыс болып тапсырма болсын. Енді біз бұдан не ұтамыз, біз не алып жатырмыз деген мәселе қызықтырады ғой бізді. Ол жерде біз бір аптадай ғана уақыт болды. Бірақ соның өзінде қаншама материал алып келдік. Мысалы, Құмар Қараштың тікелей молдалық қызметіне байланысты деректер, ол кісінің өзінің туған жылының өзі, сол өз қолымен жазған мына метрке кітабындағы деректерден анықталып тұр. Әйтпесе әртүрлі айтылып жүрді. Әртүрлі айтылып жүрді. 1874 деп ана жерде өз қолымен жазған екен. Ол кісінің діни білімді қайдан алғандығы ол жазылып тұр. Енді мен Егемен Қазақстан газетінде мақала шығардым арнайы. Одан кейін бізде Бөкей Ордасындағы сол кездегі 150-дей мешіт медреселердің, молдаларының, діни қайраткерлерінің бүкіл мәлімет сол жерде тұр. Мысалы, біз тек қана ол жерде Ғабдылғазиз Мұсағалиевке байланысты материалдар бар, Елеусін Бүйренге байланысты материалдар бар, көзімізге түсті. Небір, мысалы, мен өзім көрдім, Исатай Тайманұлының немересінің туған жазбасы бар, метркесі. Туған күні Дінбаянның Сыралы деген баласының туған күні анда жазып отыр. Одан бөлек мен мына кітапты алып келдім. Бұл мына Жұбан Молда Жүрдібекұлы деген кісі. Бұл мына Жаңғала өңірінде құм ішінде өте аңызға айналған кісі. Қасиетті адам. Бұл кісінің қасиетті киелі арқалы адам деп айтылады елдің арасында. Бірақ осы кезге дейін сондай тек қана аңыз түрінде айтылса, бұл кісінің өз қолымен жазған бірнеше мешіт кітабын алып келдік, көшірмесін алып келдік. Бұл кісінің әкесінің де молда болғанын білдік. Жәңгір ханның көзінің тірісінде соңғы бұйрықтарының бірімен әкесі Жүрдібек деген кісі молдалық, указной молда болып тағайындалған екен. Кейін ол жұмысты Жұбан Молда жалғастырған. 2 мешітке қатар имам болған. Бұл кісі 1923 жылы Совет үкіметі келіп жатқан кезінде қайтыс болған. Кейінгі ұрпақтары өте көп қудалау көрген. Әбді халық
Машекенов деген немересі, туған немересі конфискацияға ұшыраған қазақтың ірі бай ретінде. Сондай осы кісі туралы мінекей сол сапардың бір нәтижесі деп айтуға болады. Осындай шағын кітап шығарды Арыс баспасынан. 500 данадай да. Аз, бірақ аз болғанмен де халыққа пайдасы көп, болашақта көбейе жатар. Енді Айболат, сізде болған алып қосарыңыз, сізде байқадыңыз құндылықтарды. Қандай ой айтқан болар едіңіз? Жаңағы сіздің ғылыми зерттеу қолдау қорына да тікелей байланысты бір мәселелер бар сияқты бұларда. Жаңағы Ресейде жатқан осындай деректерді ата-бабаларымыз жайлы алып қалу, зерттеу мәселесі. Енді бұл жерде жаңа айтқандай негізгі бұл экспедиция деп атайық. Экспедициямызда негізгі менің жұмысым бұл жерде ұйымдастыру жұмысы болды. Яғни архив басшыларымен байланыс жасау, оларға хат жазу, жаңа рұқсат алу. Біздер себебі Уфа қаласына барысымен жаңағыдай жаңбыр жауып тұр екен. Машинамызды қоя салып бірден архивке кіріп кеттік. Пәтерде алған жоқпыз, ештеңе білмейміз, бірден кіріп кеттік те жұмысқа. Себебі соның бәрін барсақ бізді күтіп отыр екен, бәрін біледі. Директордың өзі қабылдап, жаңағыдай біз Қазақстанмен оларда байланысы бар екенін, жаңағы құжаттардың бар екенін бізге айтып, және сол құжаттарды көргімізге келіп асығып, сол құжаттарды көрдік. Ол құжаттарды шын айтсақ отырып қарау мүмкін емес, тұрып қарау керек. Себебі сондай бір қалың құжаттар, қалың, өте сондай. Аудару несі? Аударудың өзі ыңғайсыз, сондықтан тұрып оқыған ыңғайлы шыны керек. Бірақ енді ішіндегі мәліметтер өте құнды. Енді бұл жерде айта кету керек, жалпы жаңа метрикалық кітаптардың жиналған ұйымның атауы Оренбургское духовное магометанское общество деп аталады. Орысша атауы. Ол жерде енді Орынбор болғасын, атауы көбі сол Орынбордан іздеді. Ал енді кейін біздер білдік, атауы солай болғанмен орталығы Уфа қаласы болды. Сол Уфа қаласында жаңағы сол негізінен тізбелерін жаңағы біздер кітапшаларын қарағанда көптеген ішінде бар, бірақ дей тұрғанмен нақты міне осындай құжат деп жазылмаған. Мысалы, біздер наурыз айында Орынборда жұмыс жасадық, сонда әрбір құжатқа каталог жасалған кітапханадағыдай. Ал енді Уфада олай жоқ, жалпы нөмірі жазылады, жаңа не туралы екені жазылады, жаңа ішкі ордасы деп, қырғыз ордасы деп жазылады. Негізінен сол бөкей ордасын ары қарай не бар екені ішінде нақты мәлімет жасалмаған, толықтай зерделеп, толықтай жіктеп оның үшін бәрін. Енді шыны керек, сондықтан бізге кішкене қиындық туғызды, бірақ дей тұрғанмен ішіндегі И-295 деген жаңағыдай ішінде көптеген мәліметтер осы біздің өңір туралы. Олар жаңа жылма-жыл жасалып, сосын сол Уфаға тапсырылып отырған арқасында біздерге жаңа осы құжаттар жеткен. Сосын ол заттың ішінде жаңа Қазекең айтып кеткендей, бүкіл молдалардың жаңа тізімдері бар. Оның ішінде бір қызығы, жайық бетінің жаңа оң жақ беті дейміз, немесе Самар беті дейміз, сол жақ бетіндегі молдалардың көптеген мешіттердің метрикалық кітаптары. Ал не себепті мына қазақ беті Бұхар бетіндегі неге жоқ екен, оны енді шын керек әлі дейін жауап таба алмадық. Бірақ енді ана табылған жаңа құжаттардың іштерінде енді негізгі менің жұмысым сол жаңа опистарды тізбелеу болды. Сол барынша қолымнан келгенше тізбеледік. Ішінде көптеген мәліметті. Ал енді Қазбек ағай мен Сайпулла ағамыз, ол кісі екеуі жаңағыдай ішіндегі құжаттарды шолып, жаңағыдай өзіміздің келген мақсатымызға жету үшін соның үшін қарап шық. Мәлімет өте көп. Оған жаңа арнайы бөлек экспедиция, бөлек мамандар, бөлек жоба болу керек. Айгүл, сіздердің айтқан үшеуіңіздің әңгімеңізден көз алдыма елестейді. Сол патша заманы дейік те, оған дейінгі бостан, еркін қазақ даласы да, соның үшін осы жайық, Нарынқұм, осы Жандықияның беткейі қаншама мешіттерден, сәулеттен тұрып оқыған адамдар көп болды, көзіңе елестейді. Енді кеңес үкіметі кезінде сол мешіттерді қирады, жаңағылар қудалауға түсті, тұқымын тұздай құртуға тырысты, шетел асып кетті. Қазір оралмандар оралып жатыр, солардың ұрпақтары. Ал сол кезде ойлаймын, жаңағы бір керемет, бір күшті қазақтар өмір сүргендей, жаңағы бәрі болғандай көрінеді, соның бәрі тып-типыл болғандай. Жаңағы құжаттар, содан бір қалған жұрнақтар да, жұрнақтар. Әрине, қасымызда жаңа айтып кеткен Сайпулла ағамыздың өзі 93 жылы тек Қазақстанға Ираннан қайтып келген. Бұл кісі қазір Түркістанда тұр ма қайда? Түркістан қаласында. Жалпы осы өңірдің қазағы осы жақтан кеткен,
кейін жаңа Афганистанда дүниеге келіп, Иранда мектеп бітіріп, сол жақтан бері қарай келген өте сондай шығыстану бойынша өте үлкен маман, бірнеше тіл біледі, өте сондай бір экспедицияға жүруге, мына Қазбек ағай сияқты өте қолайлы адам. Экспедицияға да жүріп тұру, жұмыс жасау деген өзі ол бір шеберлік болады. Жігер мен сабырлық, төзімдік керек қой. әрине. Жаңағы айтып отқан жер Уфадағы осы құжаттардың жиналғаны, қазір өзімен естіген кезде бір компьютерлік үлкен орталық қой мынаған, да? Компьютерлік орталық. Қазір мысалы керек құжаттарды кіргізіп қоямыз ғой ішіне. Енді осы табылған деректерді электрондық нұсқаға айналдыру, кітап болып шығып жатыр алғашқы бастамалар. Осындай жұмыстарда жүреді ғой енді. Ондай жұмыстар жүріп жатыр. Бұйырса, енді Жантас Нәбиұлы сол бастаманы көтеріп жатыр. Соның жаңа жұмыстары бойынша Уфа қаласына да барып кетті. Жаңағыдай бұйырса ол бәрі цифрланып, жаңағы сандық жүйеге ауыстырылып, кейін жаңағыдай жалпы қызығушылық танытқан өлкетанушыларға, ғалымдарға қолжетімді болады деген ойдамын. Енді сонымен қатар мына жерде айта кету керек, жаңағы Алидің көмегімен біздер ғылым академиясына да бардық. Онда бір айта кететін нәрсе, ғалымдардан біздер Нұралы туралы сұрағанда, Жәңгір туралы сұрағанда, олар бізге айтты: сіздер Резайдин Фахриддиновтың «Асар» деген кітабын білесіз бе деп. Біздер білмейміз екен, біздің айналымызда жоқ. Сондан біздерге сол кітапты көрсетіп, ішінен қарасақ, ішінде көптеген мәліметтер біздер тапқан. Соның ішінде мысалы хан ордасында, хан зиратында Жабир Хаматов деген молла туралы құлпытасын тауып оқылды, Қазбек ағалар. Сол уақытта сол кісінің өмірбаяны мысалы жаңа «Асар» кітабында табылды. Ол кісі жаңа Бөкейдің кезінде келіп, молла болып, Бөкейден кейін Жәңгірдің қарауында жұмыс жасаған адам екен. Мысалы Жәңгір туралы көп мәліметтер, Нұралы хан туралы, Нұралы ханның жаңа жерленген жері туралы кірпіш заводының қасында, Уфа қаласында, кейін Жәңгір келіп, оған жаңа қоршау қойғаны туралы, Фатима туралы, оның әкесі туралы көптеген мәліметтер. Сол жаңағы одан басқа сол Уфа қаласының жаңа ғылым академиясының мұрағатында осы Бөкей ордасының тарихына да көптеген қатысты құжаттар бар екен. Бірақ енді ол уақыт керек. Қазеке, жаңа сізді таныстырғанда Егеменді Қазақстан газетінің тілшісі деп айттық. Енді бұл дүниелік зерттеулер сол орталық басылымға, республикалық басылымға да жарық көріп жатыр ма? Жарық көретіндей. Жаңа айтқандай, Ғұмар Қарашыққа байланысты мақаламыз шықты. Одан бөлек жалпы мына Уфа архивіндегі мәліметтер мына қазақ қоғамының сол кездегі неке және отбасы қарым-қатынастары туралы өте көп мәлімет береді. Демография туралы мәлімет береді. Мына әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер береді. Сондықтан бұны енді кешенді зерттеу керек негізінде. Жаңа Айболат Шамаратұлы айтқандай, бұны енді облыстық тарих және археология орталығы бұл іспен түпкілікті айналысып жатыр. Біраз көшірмелерді қазірдің өзінде алып келіп, қазір мына қазіргі әліпбиге аудару жұмысы жүріп жатыр. Сондықтан әрине бұл еліміз үшін маңызды жаңалықтардың барлығы да Егемен Қазақстан газетінде, Дана журналында, басқа да басылымдарда жарияланады міндетті түрде. Қадірлі көрермен, бағдарламамыздың аяқталар тұсында өлкетанушы жігіттеріміздің Уфадағы сәтінен көрініс берсек. Міне бүгін Уфа қаласында біздер іс-сапарымыздың соңғы күні. Осында бір аптадан бері осы жерде болып, негізгі келген мақсатымыз осы Бөкей ордасы тарихындағы шежірені нақтылау, сонымен қатар метрикалық кітаптарды зерттеу болды. Башқұртстанның мемлекеттік архивінде көптеген материалдар тауып, соның ішінде жаңағы осы метрикалық кітаптар бойынша енді міне бүгін сәті түсіп, біздер Уфа қаласындағы ғылым академиясының бөлімшесіне келіп, мұнда да осы Бөкей ордасы тарихына көптеген мағлұматтар алып, қанық болып, өзіміз риза болып, осы Рамазан айында бұйырса ертең елімізге қайтамыз. Уфа қаласы Қазақстан тарихы үшін үлкен бір орталық болып табылады. Себебі 19 ғасырдың ішінде көптеген діни оқулары осы Уфа қаласында орналасқан. Соның бірі Ғалия медресесі. Ғалия медресесі өзіңіз білетіндей Мағжан Жұмабаев бітірген, яғни Бейсен Жәнекешев, Ахмет Маметов сынды тағы басқа көптеген ғұламалар осы
Қазақстан тарихында өз ізін қалдырғандар осы Ғалия медресенің түлегі. Біздер де бірінші күні сол Ғалия медресесіне барып танысып қайттық. Бізді сол жердегі проректор қарсылап алып, қазір Ресей Ислам университеті. Бірақ дей тұрғанмен Ғалия медресесі туралы өздерінің шағын ғана мұражайы бар екен. Сол мұражайға бізде өз атымыздан қолымыздағы бар материалдарды табыс еттік. Уақыт сырғып өтіп келе жатыр. Сіздерге рахмет. Жантас Набиоллаұлымен де студияда осындай әңгіме қозғаймыз деген әңгімеміз бар, уәдеміз бар. Өйткені жаңағы сол жердегі ол кісі деп айтқан бір әңгімені Ресейдің көптеген осындай қалаларында біздің тарихымызға қатысты құжаттар, деректер жатыр. Соларды әр зерттеуші қайта-қайта барып шығындала бермес үшін соларды бір мүмкіндігінше алып келсек, сосын осында өзімізде отырғанда зерттеуші былайрағанда шығындалмайды ғой. Жол сапар, алысқа бару, жолдың азабы, өзіңіз айтып отырсыз, жаңа барған кезде жаңбыр жауып тұр дейді. Ол сапарға шығып зерттеу деген ол оңай емес. Тек біз кітап жемісін ғана көреміз, ал ол жазу үшін қанша адамның еңбегі, уақыты кетті. Сондықтан азаматтар, сіздерге рахмет. Өлкеміздің Қазақстан тарихын байытуда жасап жатқан еңбектеріңіз. Бұны қазір бүгініміз бағалайды, болашақ бағалайды. Көп рахмет. Қадірлі достар, осымен біздің тарихтан тағылым бағдарламасы тәмам. Көріскенше күн нұрлы, рухымыз асқақ болсын.